Баршаңызға сәлем. Біз бүгін 1248-ші есеп 6-шы сынып математикасының жүйені шешеміз. Не дейді? Теңдеулер жүйесін шешіп, құрлықтағы ең үлкен жануар су сиыр туралы мағлұмат аласыңдар дейді. Яғни x-тің мәні бізге су сиыр аузының қанша градусқа ашылатынын көрсетеді, ал y-тің мәні бізде су сиырдың ауыз жақтарының қанша сантиметрге ашылатынын береді екен. Су сиырдың суреті осы немізде бейнеленген есебімізде. Яғни қарайық, x плюс y тең 300. Қарайық, x плюс y тең 300, x минус 0,5 y тең 120 болып тұр. Яғни бізде плюс y пен минус y болып тұр да, бірақ 0,5 y болып тұр. Яғни біз бұнда 0,5-ті бір қылып айналдырып алуымыз керек. Яғни тек қана y қылып айналдыруымыз керек. Сол кезде қосу тәсілін орындаған кезде бізде y-теріміз кетіп қалады. 0,5-ті 2-ге көбейтсек бізде 1 деген сан шығады. Сол үшін біз барлық астындағы теңдеудің барлығын 2-ге көбейтіп шығамыз. Жазамыз. Үстіндегі теңдеу өзгеріссіз қала береді. Астындағы теңдеуді көбейтеміз. 2-ні x-ке көбейтеміз. 2x минус 2-ге 0,5-ті көбейтсек бізде 1, яғни y-тің өзі шықты. Және 2-ні 120-ға көбейтсек бізде 240 шығады. Енді бізде қосу тәсілін қолдана аламыз, яғни x-ке 2x-ті қосқан кезде бізге 3x шығады, плюс y пен минус y жойылып кетеді 0 болып, 300-ге 240-ті қосқанда бізде 540 шығады. Сонда x-ті табу үшін 3-ті теңдеудің оң жағына жіберемін. Яғни 3 пен x менде көбейтіліп тұрғандықтан 3 менде бөлініп барады. Яғни 540-ті бөлем 3-ке деген сөз. Сонда 540-ті 3-ке бөлгенде 5-тің ішінде 3 бір рет бар, 2 қалдыққа 24-тің 3-ке бөлсек 8 және 0-ді 3-ке бөлсек 0. Яғни x менде 180 болып тұр. Және де y-ті табуым керек. 2 үстіңгі немесе астыңғы сызықтық теңдеуімізге x-тің мәнін қойып, y-ті тауып алам. Яғни бізге плюсы бар y-тің орнына қойған жақсырақ болады. Сол үшін x плюс y тең 300 дегенге мен 180-ді қоям x-тің орнына. Яғни x-тің орнына 180-ді қоямын да, плюс y-ті жазамын да, тең болады 300 дейм. Бұл жерде y тапқан кезде y тең болады 180-ді теңдеудің оң жағына минус 180 болып барады. Яғни 300-ден азайтам 180. Сонда y тең болады 120-ға тең. Y-ім 120-ға тең, ал x-ім 180-ге тең. Сонда менде жауабын біліп тұрмын. X деген менде су сиырдың аузының градусы 180 градусқа ашылады екен, және су сиыр ауыз жақтарының 120 сантиметрге дейін ашылады екен.